Ассалаумағалейкум жігіттер, қыздар, қалайсың, жақсыңдар ма, амансыздар ма? Тауықтардың жем суын беріп жатыр. Уалейкум ассалам, Мағжан, қалайсыңдар? Домашний тауықтар ғой, үй тауықтары. Ойлап тұрмын, көздеріне очки кигізіп тастайын ба деп ойлап отырмын. Bon, sonuçta iyiyim ha. Анадан 2 күн ауырып кетті ғой. Порода бақпадың ба дейсің ба? Порода бұйыртса ұстаймыз ғой. Ал амандығын берсе. Кішкене жаз шықсын деп жатыр. Ал амандығын берсе алып келем ғой породасы тауықтарды. Біздер жұмыртқа бағытында ұстаймыз ба деп отыр. Ne kanka Allah ya kardeş problem var. Ya Batıs'tan. Valla kadar klek var içine ecek ineceğiz var misal çünkü zava. Tek de temaz gelen kadın hoş batı. Ye. Сол кеше эфир кіріп едік қой, кеше осындай уақытта. Бүгін тағы да эфирге кіріп жатқам, адамдармен ақыл кеңес бөлісіп. Байчовский ұстайын деп жатсың ба сен? Мына жерде не болады? Отылып жатырық па біздер? Что-то аналар көп мен жаққа қарай кетіп қалды ма? Ондай да тауық бар ма? Сөйсе болды. Бізде пока осы домашний тауықтар, бір Адлер жүр. Мен біздер не ойлап отырмын. Балапандар алып келем ба деп. Жұмыртқа бағытында ұстайын ба деп едім ғой. Жұмыртқа бағытында осы домашний тауықтар жақсы. Төзімді болады. 2 жыл қатарынан жұмыртқа береді. 12 тауық 3 атеш бар. Мына Адлер атешін сатам ба деп едім. Ya anam Adler ateş bu. Осы жемдер ғой сол. Зерно вместе бидай, кукуроз. Соларды араластырып беріп жатырмын. Сосын жылы су беріп жатырмын, ішіп жатыр.
Адлер ма? Басады ғой, я. Ойда любой тауық басады ғой. Жақсы қарасаң, мана дрожь берсең, не берсең басады ғой. Ну, үй тауықтар ғой, менің домашний. Ішінде бір доминант бар, сосын легорм бар, легорм ба, хайсекс ба, сондай бір порода бар, сосын ламан браун бар. Солар тек бір-бірден бар, қалғандарының барлығы домашний тауықтар. Шөже бұйыртса келет, сол брудер жасау керек, пока қол тимей жатыр. Енді келесі аптаға қаратай жасайтын шығармын брудерді. Сосын балапандарын алып келем бұйыртса. Сегіз, 9 сондай жұмырт қалам. Алейкум ассалам. Мына атеш па? Мына простой ғой. Сатылатын шөжелер бар ғой. Алматы қаласынан сатып жатыр, Алматы ма? Сол Шымкент Түркістан жақтан сатып жатыр бір бала. Мына профильді группа бар, соған кірсейсіз. Сол профильді группаның ішінде бар сатып жатқан бала. Менде мыналар сатылмайды пока. Өзім ұстап жатырмын, өзім жинап жатырмын қазір тауықтарды деген. Жақсы туатын тауықтар бұлар деген. Сол бұйыртса мынандай тауықпен, анандай доминант екі порода алып келеміз ба деп отыр. Алла бұйыртса бір ыңғайы шығып жатыр. Манағыдай, короче, оптым алсаң тауықты арзанға береді. Ал 1-2 штук алсаң, өзің ценасына береді. Соған братала біздер мынадан 10 штук, анадан 10 штук аламыз ба деп отырып қой. Соған бір азымыз тиын жетпей жатыр. Соны жинап алсақ, сосын 10-10 алып келеміз ғой. Мына жерде тауықтардың барлығы туып тұр, менде деген тумай тұрған тауық жоқ. Той бәрі туып тұр тауықтар. Мына тауық па? Көреміз енді бұйыртса жатық болар. Мына тауық алған жағдайда, осындай домашний тауық аласыздар, үй тауықтан алған жағдайда мынандай төсінен білу болады, басатын тауық, баспайтын тауық дейтіндерді. Мысалы, мына тауық жұмыртқаға жататын тауық. Ана ақ тауық жұмыртқаға жататын тауық. Бұрын соңды жұмыртқаға жатқан тауықтардың төстері салбырап түсіп тұрады. Ана тауық жатады жұмыртқа. Құрылымында. Мына бұрам жатады. Батыс Қазақстан, Орал қаласында тұрам. Тауықтарыңызға дрожь беріңіздер, қамыр беріңіздер. Сол кезде жұмыртқаға жатады өздері. Тауықтар әтештер төлесіп тұрып, не салып тастау керек. Көздеріне очки киіп тастау керек, сол кезде бір-бірін төлеспейді. Енді құрық болғанда өзінің белгілері бар ғой. Жұмыртқаға тауық жатып алады, қызғанады. Жұмыртқаға жақындатпайды, қолыңыз салсаң шұқиды. Басқысы келген тауықтар жұмыртқа туғанда, мана жұмыртқаларын тықыштай бастайды өздері. Бетін жауып. Мен қазір күнде мынаға жүкірт тұр ғой, соған жуа беріп жатырмын. Кішкене тауықтардың алманы жүкіріп несеп тұрғасын жуа беріп жатырмын. Тауықтардың туы кішкене төмендеп кетті. Бір 5 жұмыртқа, 6 жұмыртқа алып жүрмін қазір күнге. Кішкене жазылып алсын деп, иммунитетін көтерсін деп манағыдай жуа беріп жүрмін ғой.
Қай жерге жатқызғанда өздері жатады ғой, қай жер ыңғайлы болады өздеріне. Сол жерге жатқызамын да жұмыртқа астына сала қоямын ғой. Құрық болу үшін қандай жем береді дейсің ба? Манағыдай дрожж бересің ғой, жеміне араластырып дрожж бересің. Манағыдай барлық тауықтарыңа дрожж беріп қойып жүрме. Именно қай тауықты бастырғың келеді, мынандай үлкен тауықтарды бастырасың ғой. Анандай брамы дегенде брамы емес, енді анау шатыс брамы ғой. Кішкене ірі тауықтарды бастырсаңыз, астына жақсы жұмыртқа, көбірек жұмыртқа қоясыз. Сол тауықтың өзін мынандай бір сеткі ма бірдеме жасайсыз ғой, осындай шағын қылып жасап қойыңыз. Осындай қылып өзін салып қойыңыз, или бастыратын 3-4 тауықты ішіне салыңыз да, қасына бір әтеш қосасыз да, дрожжы бере бересіз ғой, өздері жатады сосын. Мысалы, мынандай сеткіге бөлек жасап қойсаңыз, тауық жатқан жағдайда тауықты күні қараңғы түседі ғой, түнде қараңғыда тауықтың өзін астындағы шөбімен бірге көтеріп аласыз да, басқа жерге апарып жатқыза қоясыз ғой, болды. Оның ешқандай проблемасы жоқ жатқызғанда. Қайпары да жақсы жұмыртқа беретін дейді. Так, жұмыртқа ғана ламан брауын жақсы, сосын ана доминант жақсы, ар жағында тұр ғой, міне. Мынандай болады доминант, мынандай міне. Осы тауық жақсы, сосын ана лигорн жақсы, ана ар жақ шетте тұр міне. Мына тауық жақсы. Дрожжы жеміне қосып бересіз ғой. Қамырды былай бересіз. Жемге қоспайды, қамырдың өзін беруге болады. Құран ішіп жарық болып тұр ғой дейді. Қараң болып тұр ма? Мен просто өзім отыр, мына жерде менде мынау дейтін не ғой? Бұрынғы тауықта менде бөлінді ғой, мына жер бөлініп тұр. Көрсетейін. Менде мына жер бөлініп тұрды ғой. Мына жемнен былайынан бөлініп тұр. Ар жағында көгершін ұстадым. Мына жақ бетінде пароций тауықтарды ұстадым. Сол себепті мына жерде кішкентай есік салып қойдым ғой. Мына есікке сеткі қағып тастадым, бұлардың іштері кепсін деп. Бұлардың іштері кебеді, мына өзім мынадан кіріп жүрмін ғой. Сол себепті мына жақтан менде терезелер ар жағында қалып қойды, сонда қытақандай терезе қараңғы болып тұр ғой. Құрықке нан берсеңіз өте орындайды. Атеш па? Енді ұстаған тауығыңызға байланысты ғой. Шама келгенше негізі атештің домашний тауықта, домашний атештер жақсы. Мыналар құтақандай болса да тауыққа жақсы қарайды. Породасы атешке қарағанда тауықтарын қорғаған жағдайда да жақсы қорғайды. Домашний атештер бар ғой, ана породыға қарағанда. Бізде деген далақ тас қараңғы дейді. Сіз қай қаладан боласыз өзіңіз? Сіздерде қалай ерте қараңғы шығып кетеді? Қазір Қазақстанның уақыты бәрінде бірдей ғой. Мен Орал қаласында тұрамыз бен. Бізде Орал қаласында өте күн ұзарды ғой. Тоғызсыз қараңғы түспейді. Атырауда онсыз қараңғы түспейді. Алматыда қалай қараңғы түсіп кетеді? Атыраудың батыс пен оңтүстік, солтүстік бәрінің сағаттары бірдей болған жоқ па? Орал суға кетіп жатыр ма? Орал суға кетіп жатыр.
шет жақтары кетіп жатыр, енді Оралдың қаланың өзі кетіп жатқан жоқ та, шет жақтары кетіп жатыр. Енді біздерге енді батып отыр ғой кеш деген. Менде 12 тауық, 3 атеш бар. Уж тауықтарға қазір жем беріп жатырмын. Уж тауықтар қазір ана жерде қонақтап тұр. Қазір есігін ашып беремін, арға кіріп кетеді ғой. Прямо ойда эфирде отқаннан кейін тауықтарын көрсету үшін осы жерге қойып қойдым. Қазір телефоны өшкенше эфирде отырамын, содан кейін шығамын ғой. Құдай сақтасын деп отыр енді. Біздің де ауылдың шет жағына келіп жатыр екен. Сол бізде де судың қасында тұрамыз ғой. Сол кішкене көтерілген. Орал ғой, Орал. Тауықты қанша сатқан дұрыс дейді. Дәу тауықты қанша сатқан дұрыс дейді. Білмеймін, сіз өзіңіз породаға байланысты ғой. Әр қалада әртүрлі ғой. Бізде брамылар 5.000-нан басталады. Домашний тауықтар 2.000-нан басталады. Ламан бұрауының кәрілері 1.500-нан басталады да. Ал мына 6 айлық, 4 айлықтары 2.500, 3.000-нан басталады. Тауықтардың барлығы туып тұр менің. Жақсы жұмыртқа туып тұр. Рахмет, лайк басып отқандарыңа. Орал қаласы ғой. Күніне ма? Енді күніне әртүрлі туады ғой бұлар деген. Енді кейде 9 туады, кейде 5 туады, кейде 3 туады. Балапанды 500-ден балапан көріп қойдым. Осы үй жақтан. Соны қарап бөлім керек. Ұнау атса соны алатын шығармын. Бірақ өзімде 15 балапан бар, оларды да алып бөлім керек. Дос балам подаркаға берген бір 15 балапан домашний. 5 тауыққа 2 атеш көп қой. Просто менде деген мына кімге көре келдім. Негізінде көп мынау деген 12 тауыққа бір атеш жарайды негізінде. Жұмыртқа 80-ден сатам жеуге, инкубаторға 150-ден сатам. Мына атеш көп маған негізінде 12 тауыққа бір атеш жарайды. Просто мен өзім ғой. Тауықтың басын көбейтетін болғаннан кейін, мына 2 атеш бір адам болғаннан кейін өзіме қатты ұнады. Енді 10 атеш еді, 10 атештің ішінен 2-ін таңдап алдым. Ана Адлер атеш ең бірінші келген өзімнің атешім ол. Соны сатуға шығарып қойдым. Конечно, қорасыз тауық туады ғой. Просто жұмыртқаны инкубаторға салғанда аплод дұрыс емес болады. Уағалейкум салам. Кейде атеште туады дейсің ғой дейді. Жоқ, атеш. Атешін туғанын естімеппін. Бізде сағат қазір 7 болып жатыр. Мыналардың көзіне очкиді тағып сөгір. Қазақи тауықтар ғой. Тауық сатылмайды. Үй тауықтары ғой. Бақар, Адной, рахмет, сау болшы. Сұрақтарға жауап беріп отырмын, лайкқа рахмет айта алмай жатырмын. Ренжімеңіздер, мына лайк басып жатқан жандарға көп рахмет. Қолдап жатқандарыңызға, сұрақ қойып жатқандарыңызға барлығына рахмет. Атештер төлеспей ма дегенде төлесізді ғой басында. Қазір қойды. Қазір главный ана қызыл атеш. Қызыл атеш мына аға атештерді талайды. Сосын мынаны талайды. Мынау ананы аға атеш талайды. Аға атеш мынаны талайды. Әйтеуір сөйтіп жүр, бір-біріне қорқып. Жоқ, қоянға рахмет, берекесін берсін. Қоянға ауыстырмай, қоян бағып көрдім ғой. Қояннан пайда таба алмадым. Өліп қалай береді қояндар, сосын көрші шаруаққа кіріп кетеді.
көршілермен айқай шумен, ауымен. Мен білмедім енді. Мынау жас тауықтар ғой. Туып неге салам ғой. TikTokқа. Орал қаласы. Бағдәулет красавчик. Очки ма тауықтар манағадай бір-бірін ана атештер тауық атеш болсын бір-бірін шұқыған жағдайда, сосын атештер қайта қырлай беретін жағдайда, сондай кезде очки кигізіп қоясың көзіне. Жоқ, мен баяғыдан бағам ғой тауықты деген. Жылына әртүрлі порода тауық бағам жылына деген. Осылай қырылып тұрады. Сиыр жоқ. Менде тек қана тауық қазір. Тауық сатылмайды. 12 тауық бар. Бауыр, енді сен айтқан жасап отпайым ғой, қылма шеш. Бүйтіп айтпа, бұғыз айту болмайды ғой. Қорқақ қораз ма? Қорқақ қораз дейтін болмайды ғой, просто қоразды аласыз да, өзін сеткеге бөлек қоясыз да, қасына бір 2-3 тауық қоясыз да, бір аптадай бөлек қоясыз, манағы бас тесетін атештерге. Содан кейін аласыз да, ана тесіп жүрген атешті бір аптадан кейін мына қораздың ұясын апарып қосасың ғой. Манағыдай қорқақ атешіңіз өзі бір аптаның ішінде өзі әйел жинайды да, мана анаған кері шабады ғой. Менде құс бағу дейтін хобби ғой. Мен осылай жас сайын қыста енді менде қора салқын болды да, тауықтардың барлығын сатып жібердім. Осылай жаз басталған тауықтар сатып алам, тумай тұрған тауықтарды сатып алам да, осылай екі бөліп мынадай мына қосатын витамин андай-мындайлар беріп, тауықтарым жұмыртқа туғызып алам да. Сосын инкубатордан балапан шығарам, тауықтардың жұмыртқасын сатам. Хобби ретінде асыраймын ғой. Атеш көп менде, я біліп отырмын. Бірақ енді оған істей аламын мен деген. Сол мына Адлер атеш сатсам, сосын тағы бір 10 шақты бір домашний тауық алам. Сосын 20 шақты мынандай ламан браун мен 10 ламан браун, 10 доминант алам. 10 домашний тауық алам, жарайды. Сол мен 50 штук болама. Сол 50 тауыққа 3-4 атеш алып қалам, 5 атеш максимально. Я тауыққа ашқан қамырып жүрсе күріпке жатады ғой. Мынау жақсы міне, ламан браун дейтін. Сосын доминант, легорн жақсы жұмыртқа туады. Жоқ, менде тауық сатылмайды. Тауықта, балапанда пока ештеңе сатпаймын. Бірінші өзіме бір 50 штуктай көбейтіп алам ғой, тауықтың басын. Содан кейін бар жұмыртқаларын сатам да, ақшасын қайырам ғой. Қазір енді қолымызда 25 мың ақша бар. Чисто мынандай ламан браун атешін алуға. Атеш деп, ламан браунның 10 тауығын алуға. Енді анандай доминанттың 10 тауығын алып, мына екеуін қосқанда 20 ғой енді. 20 тауық алсақ, бізге скидкамен береді да. Ал мысалы 10 тауыққа скидка жасамайым деп тұр ғой. 20 тауық, 30 тауық алсаң скидка жасайым деп тұр ғой. Соған енді біздер ақша жинап отыр қазір. Бұратала 20 тауық алуға. Инкубатор ма? Инкубатор дос бала да бар, соң инкубатормен шығарам ғой. Қай қала дейді. Орал қаласы ғой. Ламан браундар 2,5-нан сатып отыр. Доминантты да ламан браун, сосын хай секс дейтін бе, сол 3 породын 2,5-нан сатып отыр, 4 айлықтарын.
Ол енді мен алғанша 5 ай болып қалса, енді 3 мыңнан сатады ғой. Соған енді шамай келгенше жағаттап отыр. Енді Джерский гигант дейтін бар, австралиялық бар. Енді әртүрлі ғой. Мынандай қара тамаши тауықтар бар, брамы бар. Әр порода әртүрлі ғой. Иә, Алаша көшесіндегі ғой. Саламатсыз ба? Орал қаласынан болса, енді мана профильде сілтеме бар, WhatsApp сілтемесі. Соған кіріңіздер. Соның ішінде бүкіл Қазақстанның адамдары бар, ма тауықпен айналысатын. Өзімнің ашқан группам ғой. Чисто өзіміздің адамдар, осы менің өзімнің осы оқырмандарым TikTok'тан, YouTube'тан келген. Соның ішінде балапан сататындар бар, тауық сататындар бар, брудер сататын бар, жұмыртқа ма, қандай нәрсе керек, өзіңіздің қалаңыздан да тауып аласыз ғой. Тауықтарға вакцина алмаймын мен деген. Чисто осы жемдерді берем ғой. Бала кезде тауық атешті үлестіреді. Бір тауыққа атешті үлестіретін болдық қой. Қазір ондай жоқ қой. Тауықтар ма туып тұр, я. Группаның сілтемесі, я, WhatsApp профильде бар. Сіздерге көрсетейін, қандай жем беретінімді. Мен камера дайындайын деп жатыр, ертеңге дайындайым. Сіздерге көрсетейін, қалай дайындалу керектігін. Менде енді 15 бас қой, 12 тауыққа есептеймін. Міне. Мынау зерномесі дейтін жем, қараңыздар. Мынау зерномесін салам. Міне. Так, 380 грамм дейді мынау. 380 грамм екен. Так, сосын. Так, мынандай ақ бедей бар, арасында шемешкісі бар. Соны салам. Мыналар. Так, сосын мынандай кукуруз бар. Кукуруз салам. Сосын бұларды араластырасыздар. Сосын мынаны ыссы суға қайнатып аласыздар, ыссы су құйып. Ыссы су құйып 30 минут бұқтырасыздар. Содан кейін бар. Мына несушка дейтін жем бар, мына. Несушка. Осы несушканы қосасыздар. Мынаның артында тауыққа байланысты қосасыздар. 12 тауыққа 12 грамм қосасыздар осыдан. 20 тауыққа 20 грамм қосасыздар. Мына скриншот жасап фотоға түсіріп алыңыздар, бүйтіп ұстап тұрайын. Скриншот жасап алыңыздар, қазір мистер. Осылай. Түсірдіңіздер ме? Осыны саласыздар. Қазір мен енді мынаны үйге алып кетіп су құйып бұқтырам. Содан кейін 30 минут өткеннен мынаны алып келемде, үйге алып келемде. Мынаны қосам ғой. Түсіндіңіздер ма? Бірден мен түсіндіре алдым ба сіздерге? Мен енді өзім мұғалім емеспін. Сіздер қарапайым адамбыз ғой. Атешті үлестіріш дейді. Атеш, Орал қаласында атештеріңіз болса, хабарласында төлестірейік. Оның тұрғанда ештеңе жоқ. Жұмыртқа шықмасын десеңіз, не бересіз? Ракушка бересіз, сосын әйнегі атып бересіз. Содан кейін енді неше түрлі нәрселер бар, соларды тас бересіз. Шамай келгенше далаға шыға жүріңіз. Ертең алла қаласа мен ракушка сатып алам. Магазинде кәме қолым тимейді, просто баратын. Ракушка сатып алам, мана деп осындай мана мен көрсеткен мешокта тұрады. Осындай төрпішті. Соны аласыздар да, мынандай любой мынандай ыдысқа аласыздар, қоясыздар да, мынандай жарға қағып тастаңыздар шегемен. Или баклажка бар, коланың баклажка 2 литр. Соның шағын қылып кесіп алыңыздар да, соның үшін полный қылып
толтырып қойыңыздар. Қай тауыққа манағы витамин ракушка жетіспейді, сол өзі барып жейді ғой. Сүйекті білмедім, ал ренжімеңіз, енді оған жауап бере алмаймын. Менде чисто тек қана домашний тауықтар ғой. Так, қазір мен мына комментарияға өзімнің номерімді қалдырып кетейін. WhatsApp-тан жазыңыздар маған. Мен сіздерді группаға қосатын болам. Ой, дакан мен енді үйлестіре алмаймын ғой, енді оны айтып, менде дакан жоқ қой. Мыналар даканның екі соққысына жей алмайды ғой, мына тауықтар деген атештер. Осындай домашний адлер атештер болса үйлестіруге болады. Күніне 9 жұмыртқа, 5 жұмыртқа, 6 жұмыртқа, енді әріне әрғалай ғой, әр күні әрғалай туып жатыр. Тауықтар сатылмайды. Жоғарда номерін жазып қойған, мынау что-то номерді қалай закрепить етіп қойуға болады. Мына закрепить комментария деп. Қойылмай қалды ма? Қазір. Закрепить комментарий. Что-то комментарий қойылмай тұр. Қазір мен сіздерге жазып жіберейін тағы да. 8. Ой, мыналар шақырып жатыр ғой, батыл 12 деп. Тауықтар сатылмайды. 877 584 0560. WhatsApp группа. Ой, мына басқа кісінікі қойылып кетті ғой. Менде чисто домашний тауықтар бар, шұбар тауықтар не порода дейді. Шұбар тауықтар енді өздері айтып тұр ғой, шұбар деп. Бастарында шаштары бар, артында. Или аляпис тауықтар болуы мүмкін. Орал қаласында, Орал қаласында. Менде 50 тауық бар, күнде 30 туады дейді. 30 жұмыртқа аз сияқты, 50-ге 35-40 туылса нормально болады. Сосын манады жемін жақсы берсеңіз, тауықтарыңыз туады ғой. Мына жерге мен жазып қойдым, 0560 дейтін соңы WhatsApp группа, WhatsApp номерін соған соған жазыңыздар. Күніне бір мезгіл берген дұрыс қой жемді. Өзіңіздің тауықтарыңыздың шыққан балапан қораздарды шама келгенше сатып жіберіңіз. Айтшы болады ғой жалпы, бірақ та тұқымдары манадай. Келесте балапан алғанда құтақандай карлік бей порода алып қаласыз. Породасы жайлап төмен түсе береді. Сол себепті шама келгенше өзінен шыққан атешті алып болмаған дұрыс болады. Номер айтайын ба? Ал давай номерімді айтайын, номер шықпай тұр дейді ғой. 8775 384 05 60. Ең жақсы порода ма? Әдемілікке болса, светлый браманы асыраңыздар, әдемілікке. Өте әдемі порода. Мана үйге келген қонақтарға дейін кәдімгі анаған қызығады ғой. Осының жұмыртқасын берші маған деп. Аласыздар да жұмыртқасын сатып жібересіздер. Сол кісіге.
Иә, дұрыс айтасыз, Тілекші ханым. Осы сол номер, 0560 соң. Мысалы, сізде 10 тауық бір әтеш болатын болса, 10 грамм қосасыз ғой жемінен дейтін. Әтештің жемін есептемейсіз, әтеш потому что тауықтан қалған жемдерді жейді ғой. Манағы дәл осындай қоспа, міне мына қоспа ғой. Көріпсіз ба? Менде ешек қалды. Мынау не басылып жатыр, имамен. Түсіне алмай тұрмын. Мен телефоным не болып кетіп жатыр, мына шығып кетейін. Болды, шықтым, айта беріңіздер. Мында қырғын сұрақ қойып жатса, бірінен жайлап жауап берейін. Көп жұмыртқа беру үшін не істеу керек дейді. Витамин беру керек қой. Несушка дейтін жем бар. Вип аптекілерде, сол товарныйда. Соларды алып бересіздер. Менде домашний тауықтар кілең. Тауық қораға обзор. Тауық қораға обзор сүретінде ештеңе жоқ, осы тауық қорағы. Бірақ енді сүр деп сұрап тұрсаңыз, сүрейін бұйыртса. Тауықтар сатылмайды, брат. Жұмыртқаға бройлер, дұрыс айтасыз. Жұмыртқаға лигорн, ламан браун, сосын хайсекс дейтін бар. Сол породалар жақсы, доминант дейтіндер. Ал ет бағытында бройлер жақсы. Менде брамы жоқ, тек қана менде қосы тауықтар. Енді баққан адамға пайда бар ғой тауықтан. Мынандай 10 шақты тауықпен пайда жоқ менде. Сол тауықтың басын көбейте алмай жатыр қой. Тауық группа бар. Әтеш жақсы болса, конечно, шығарады ғой. Енді тауық таңдағанда дейтін айдарына қарап білесіз ғой. Айдар кішкентай болса, жас тауықтар, айдар үлкен болса, кәрі тауықтар. Оралда сатып атқандар бар ғой, тауық сатып атқандар. Қана қай жақтан боласын, айтып кетшеш. WhatsApp группаға қосам, мына бір кісілер жазып жатыр ғой, қазір WhatsApp группаға қосыңызшы деп. Аламандығымызға эфир бітет. Эфир біткеннен кейін сіздерді міндетті түрде WhatsApp группаға қосатын болам. Қосшеш. Тайпақ дейтін Орал қаласында, Батыс Қазақстан ғой, Тайпақ дейтін жақсы ғой. Жоқ, менде қызыл қораз атаман. 8775 384 0560. Мында жігіттер жазып жатыр, үш қосам ғой қазір. Жігіттер қосам, мында жазып жатыр да, әйел адам, манағыдай. Ер адам, ер балдар бәрі жазып жатыр. Как қосам бұйыртса. Жақсы. Құса сырған жақсы ғой. Өзі көрдіңіз же, тауықтар өзі ұяға кіргісі кетіп тұр. Мен айтпақшы кеше лампочка алып келдім. 95 вольттік. Соны салуға менде қол тимей жатыр ғой. Но менің тауық қорам міне. Қалай болса солай болады іші. Енді жазда бұйыртса мынаны ашып көтерем, сол кезде майлаймыз ішін деген. Так, мынаған туады. Осындай туатын үйшік бар. Шағын 4 тауыққа арналған мінекей. Мынаны басып мінеді үстіне. Жалпы мынада болмаса да секіріп мінеді ғой өздері. Мынаны арнайы өзім жасап қойдым.
ана кішкентай қонақтайтын болғаннан кейін мынау да кішкене қонақтайтын болсын деп. Міне жұмыртқаның қабықтары жатыр, жемеген. Так, қазір өздері кіреді, демалады тауықтар. Таңертең ашып береміз. Мен отырмын ғой қазір. Мынау мендегі 24-7 ашық тұрады, потому что түнде жер болса, мынаның іші кебетін жақсы соғып қойған, ішінде мұздары еріп. Өздеріңіз білесіздер, бұрыннан біледі, қарайтын адамдар біледі. Мынаның іші дейтін күй жоқ болады да. Бір күн демалып, қорамыздың ішін сықайтып тазалап алдық. Саламатсыз ба? Я, Райымбекпін ғой, Райымбекпін. Ассалаумалейкум, алейкум салам, алейкум салам. 30 мыңға арзан ғой, жақсы ғой. Ма группа жашеш. Орал қаласы ғой, Орал қаласы. Менде кілең домашний тауықтар. Братан, жақсы ғой, 97 жылдан бері айналыссаңыз. Тауықтарын тумай кетсе, семіріп кеткен жағдайда тумайды тауықтарыңыз деген. Мұны арықтату керек. Қыста ма? Қыста енді жылы болсын болмасын тауықтар демалады ғой. Манағыдай витамин берсеңіз, любой тауықты қысы жаз туғызуға болады ғой. Тауықтар сатылмайды. 10 тауық братиш 20 мыңға арзан ғой, 2 мыңнан келіп тұр, ал ол чеш. Қаяқта сатып жатыр екен 10 тауық братиш 20 мыңға, алып қалайық. Тауыққа қандай жем берем дегенде, мынандай несушка дейтін бар, енді жаңадан кіріп жатқан адамдар шығар, сұрақ қойып жатқан, көрсетіп кетейін. Енді көрсетуден жалып қойымыз ғой. Қандай жем берсеңіз де, осы жемді қосасыз ғой ішіне деген, тауықтарыңыз жақсы жұмыртқа туады. Бірақ та мынаны қоспастан бұрын тауық мынаны қандай жем беріп жатсыз, соны суға бұқтырып алыңыз. Бұқтырып болғаннан кейін мынаны алып бересіз. Менде қазір домашний тауықтар чистый порода жоқ, пока. Ала қоса породны алып жатармыз, аламыз. Тауықтарыңызға отруп дейтін жем бар ғой, білесіздер ме, сиырға беретін. Сол отрупты бермеңіздер. Сосын так. Отруп дейді, бір жақта кейбек дейді, сол жемді бермеңіздер. Сосын тағы бір жем бар, тауыққа беруге болмайтын. Тауыққа берсеңіз семіріп кетеді. Бидай. Ау. Шевернерге барам. Шевер. Так, қазір айтам. Анандай бір не бар ғой, комментар жазыңыздар. Бидай. Сосын тағы бір жем бар ғой. Қалай еді? Арпа емес, арпаның бидай дейді. Яшмин. Отруппен яшмин бермеңіздер. Қара бидай бермеңіздер, сосын ақ бидай беріңіздер. Қара бидай берсеңіздер, тауықтарыңыз семіріп кетеді. Қара бидай, яшмин, отруп бермеңіздер шама келгенше. Оданша мана ақ бидай беріңіздер, или болмаса кукуруз беріңіздер, тары беріңіздер, зерно месі дейтін жем бар, соны беріңіздер. Қандай жем берсеңіздер де суға бұқтырып беріңіздер. Кебек тауықты семіріп жібереді. Ол манағы кебекті үйрекке, қазға, индоводкаға берсеңіз, тауықтарыңыз, үйректер, қаздар жақсы семіреді оған деген. Бидай жақсы беруге болады. Сосын енді әр қалада әртүрлі ғой. Өзіңізге қандай арзан жемнің несі түседі, соны алып бересіздер ғой енді. Мысалы мен ақ бидайды 2000 теңгеге алдым, ақ бидайды. Кукурузды 2300-ден алдым. Зерно месісіні 2500 қалдым. Арпаны кебек берсе берем, берем. Кебек берме. Арпа дейтін яшмин ба, бидай ма? Яшмин болса бермеңіз, мен просто көрнелер дұрыс түсінбеймін. Ақ бидай деген мынандай болады мұны.
Міне қазір мына көрінбей жатыр ма? Мінекей мынандай болады. Мынаның ішіне тары, шемешкі бәрі араласып кеткен ғой. Сіздерге айтайыншы оданша. Ұстаңыздар, мынаны бермей ақ қойыңыздар. Мынаны беріңіздер. Міне. Мынаны мықты жейді тауық деген. Міне. Осы жемде беріңіздер. Мынау зерно место деп айтылады. Зерно место. Зерно место. Осыны беріңіз, тауықтарыңыз мықты жұмыртқа туады ғой. Тауық семірсе жақсы емес па еді? Тауық семірсе жұмыртқа бермейді осы сізге де. Яшмен бермеңіздер, шыбы дейтін қайсы дейді. Қай жақ дейді? Зерно место ғой, зерно место деп айтылады. Мана WhatsApp-тан жазыңыздар ше, маған мен өзім сіздерге жазам ғой. Қандай жем, қандай ракушка алу керек, қандай несушка, қандай алу керек, соның барлығын жіберем. Просто именно несушканы мынандай түрін алыңыздар. Басқа түрлері де бар бұлардың. Оны алмаңыздар, мен барлығын беріп барадым. Ішінде ұнағаны маған осы тауықты 3-4 күнде туғызып бастады ғой. Мен просто бір апта деп манағыдай көбейтіп айтам. 3-4 күнде осы тауықтарым туғызып бастады. Осыны бергелі. Тауықтар жақсы жұмыртқа туып жатыр, менде шүкір болады. Бұрын деген 50 тауық асырағанда, 50 тауық асырағанда тауықтарым жұмыртқа тумай қалып еді вообще. Просто тауық көбейген сайын жемдері грамдап бергенде де кішкене больше береміз ғой. Біздер кейде көп беріп қоямыз, басында мен грамның екенін білмедім ғой. Бұлай бере бердім ғой. 4 тауыққа бір атеш нормально ғой. Я бастап үйренетін адамдарға 10-20 шақ тауық алып бақса нормально ғой. Артынан көбейтесіздер ғой. Каспий магазинде бар ма ол несушка дейді. Каспий магазиннен сіз ол несушканы 2000 теңгеге алатын шығарсыз. Жақсы жасауыңыз, қазір көрсетейін. Мен сіздерге тағы көрсетіп жіберейін, скриншот жасауыңыздар. Мінекей осы жем ғой. Өзім бірге тұрайын ба қасымда? Сосын тауықтарыңыз жүкірген жағдайда тауықтарыңызды жуа беріңіздер, суға араластырып беріңіздер. Или болмаса бұлай ашып беріңіздер свежий күйінде. Тауықтарыңыз ауруынан иммунитет жақсы болады. Қазіргі жағдайда мен сіздерге айтайын, қазір енді мына даладан құстар ұшып келіп жатыр қазір, жылы жаққа. Солардың аурулары келеді. Енді деп айтпай ақ қойын, мына көгершінмен, мына көгершін бар, жабайы көгершінмен, мына қалай еді? Бір құс бар ғой, жүреді торғай. Сол екеуінен ауру келеді тауықтарға көбінесе. Сол себепті тауықтарыңызды жуа беріңіздер, иммунитетін көтереді. Содан кейін суына марганцовканың тырнағын тырнақпен аласыздар да, мына неге суға салып 5 литр бір так айтам. 5 литр бар ғой, 5 литр. 5 литр баклажкаге біреуін құттай тырнақпен алып саласыздар да, су қоясыздар да, араластырасыздар. Анау құп қою болып кетпеу керек, ашық қою болу керек. Соны беріңіздер, тауықтарыңыз иммунитет жақсы болады. Мен Орал қаласынамын. Менде 17 тауық, 2 қоразы жақсы ғой. 37 тауық, 4 қораз бола алмайды. Әдемі 37 тауыққа 4 қораз. Қай жақ дейді? Орал қаласында күніне қанша жұмыртқа туады дейді. Енді әртүрлі максимальный 5 пен 9-ның арасында туады. Аға тауықтарым күріктемей жатыр, қалай күріктетуге болады дейді. Оның ешқандай қиыны жоқ, қамыр беріңіз, болды. Сосын дрожь беріңіз, жеміне араластырып. Тауықтарыңыз басады ғой сосын. Арғы қораны көрсетуге ұялып отырмын, ішім айланбаған. 12 тауық, 3 атеш бар, аламандығын берсе көбейтеміз тауықтарды деген. Ала берді. Рауан
Неғо нишушканы күніне бермейсің, бір мезгіл жем бересің ғой, сонда бір мезгіл жемге араластырып бересің, болды. Жетті тауыққа братиш норме. Қашаннан бастап көріктейді дейді. Манағыдай дрожж берсең, енді 1-2 апта деп айтайын, енді кішкене көбірек, мүмкін одан да төмен болып болуы мүмкін да, мен точнысын білмей отырмын ғой. Өзінде беруге болады, жемге араластырып беруге де болады. Әр адамның өзіне байланысты. Тауық қораңыз беттеп кетсе, ішін хлормен жуыңыз. Сосын тауықтарыңыздың қораның ішіне тұрады, және бәріне дұрыс сілеп тастаңыз, дұрыс теуіп тастаңыз. Тауықтарыңыздың көздері суланып тұрса, тауықтарыңыздың көздері манадай жара болып тұрса, мына қара шай бар ғой, қара шай, үйдегі қара шай ішіп отқан. Сол қара шайды тауықтың мақтамен тауықтың көздерін жуасыздар. Рахмет. Жа просто ұялып тұрған жоқ, просто кеше комментарияға мына біреулер жазып отыр да, қайда жоқ қораң бар, анау мынау қайда жоқ нәрсе ғой деп. Енді менде просто алдыңғы жылы қыста салып үлгере алмай қалдым да, сол себепті просто тек үстіне қойып тастадым ғой. Кеше міне аралары ашық. Оны салапан мен кардонмен бүйтіп қойып қойдым. Еше мынаның ар жағы, менде ар жағы шарбақ қой. Міне ар жағы мынандай. Бірақ үсті мықты, енді үстіне как положено салдым. Осы енді мына ағаш қора жақсы да, ішіндегі тас қора ғой, шамалысы. Сол бұйыртса енді көреміз, енді алда жоспар көп, бәріне айналып келген ақшаға келгенде тіреледі. Мына тауыққа кейде ақша бөлмей қаламыз, манағыдай. Өзіміз енді бала-шағама киім керек, анау керек, мынау керек деп отқанда, тамақ керек деп отқанда, тауықтарға шыны керек, кейде жемге ақша болмай қалады ғой. Сол кезде өзінің жұмыртқаларын сатып жіберемін, жеп отқан жұмыртқаны сатам да, жинап, соған жем алам. Несушканың өзін бермеңіздер, ол дейтін жемге араластырып бересіздер ғой, несушкан деген. Өзі қораға қамақ қойған зиян емес, мынандай тас қораға қамақ қойған енді зиян болады, ол деген. Мынандай осындай ауласы болса болады да, жай мына жақтан ауа кіріп тұр, міне. Сосын күніне шама келгенше 4 пен 6-ның арасында тауықтарыңызды алаға шығарып тұрыңыздар, 4 пен 6-ның арасында. Таңертеңнен 2-ге дейін тауықтар туады. Кейбіреу 4-ге дейін туады, содан кейін барып тауықтарыңыз жұмыртқа тумайды ғой. Сол уақытта 4-тен 6-ға дейін тауықтарыңызды далада жайып тұрыңыздар. Кебек берме дейм, кебек берме. Тауықтың аяғыма енді көбінесе тауықтарды көріп жатам, табандарына жара шығып бітеді, табандары ісіп бітеді. Енді оған ештеңе жасай алмайсыз деген. Ол енді табандар ісіп кетеді, мана тауықтар басады ғой. Тауық күрікке жатқанда 21 күн тауық балапан басқанда өздер кетеді жаралары. Әлия ханым, рахмет ниетіңізге. Дрожжды не үшін бересіз дейді. Дрожжды бергенде манағыдай балапан басу үшін бересіз ғой, күрікке жату үшін. Дустыны қанатының астына себесіз, мына сандарына бар ғой, сан жақына себесіз, еміні манағы тас кейінен елерін жабысып тұратын елеріне себесіз ғой. Енді бізде Орал қаласында күн жарық болады ғой. Шамагенде кинеден, мана кине бет тек бетсе тауықтарыңыз жұмыртқа тумай қалады. Чумаға не істесем болады. Чумаға манағыдай жуа, сосын марганцовка, аспирин беріңіз. Сосын тектоник дейтін бар, анандай витаминдер, сондай беріңіз. Сол чума дейтін торғайдан, далада көгершінен келіп жұғатын ауру бастар айналып кете бере ма? Ондайларды бір қараңғы коробкаға қамап қоясыз да жем бересіз ғой.
Менде тауықтар пока күріктеп атқан жоқ. Жоқ, күрікке басқан жоқ. Мен әдейі күрікке жатқызып атқан жоқпын тауықтарымды. Ертең мына бес қонақ дейтін бар, өздеріңіз білесіздер ғой, апрельдің 15-іне дейін күн кішкене жылы болады, салқын болады. Апрельдің 15-нен кейін ертең тауықтарыма өзімде бір 5 тауық бар, басайын деп тұрған осының ішінде. Соларды бөлек қамаймын да, бір әтешпен дрожжы бере берем ғой, бере берем. Бір тауықты мен бұл тауықтарды сіздерге айтайын, өтірік айтпай қойын. Бір тауықты 2000 теңгеден алдым, әтешті 3000 теңгеден алдым. Асик брат, Орал қаласында тұрамын, Орал қаласында. Бүгін рекорд жасы, кеше 5600 адам кірді, бүгін 3600 адам кірген. Әтештер қымбат, я. Әтеш қымбат болып тұр, бірақ енді тауықты да әтеште де мына екі әтеш өзіме қатты ұнады, домашний. Сол себепті саудаласқан жоқпын. Домашний тауықтар 2500-нан дейді. Айттым ана братқа, братан түгел алайын, тауықтарын кішкене түршейші деп. Мана жағдайым дейтім, ақша болмай тұр деп. Сөзің шыны керек, қазір кезген адам ақша жоқ қой. Енді айттым, братан 12 тауық. Өзінде 12 тауық, бір әтеш бар. Әтеші құтақандай, өзінің ана тұқым ауыстырмаған ғой әтештің. Өзінің балапандары екен. Өзі осы тауықтан шыққан әтеш екен. Осыны айттым, братан әтешіңді ала алмаймын. Тауықтардың 12 тауықпын ғой. Соны алып кетейін, 2000-нан бершейші деп. Осы ақшам болмай тұр, қалтамда жетпей жатыр деп. Сөйсе әңгіме жоқ қой, оразай ғой деп ана жігітті бере қойды. Сосын алып келдім үйге. Арпа қоспа, арпа қалай арпа дейтін, яшмейін ба, бидей ма? Бидай зерно еместі, бидай бершейш болды ғой. Яшмейін, қара бидай, кебек дейтіндер бермеңдер. Менде домашний тауықтар қазір осы жерде тұрған. Яшмейін берме, яшмейін берме, болмайды. Бидай бер, әңгіме жоқ. 10 тауыққа бір қораз жарайды ғой. Аплот жақсы болады. Мынау қаума, құтақандай болып, ана 10 тауыққа тиісіп тұрған дейсіз. Өзі басқысы кеп жүрген тауықтарды да білесіздер ғой. Міне жұмыртқа туға кетіп бат жайлаған. Мына ақ тауық жұмыртқа кетіп бат. Басқысы жүрген тауықтар жұмыртқа туатын уақытта көбірек жатады. Жұмыртқа туғанша жарты сағат жатады, жұмыртқа туғаннан кейін 15 минут жатады. Өзі білесіз өзі. Яшымен берсеңіз тауықтарыңыз семіріп кетеді, кебек берсеңіз тауықтарыңыз семіріп кетеді. Қара бидай берсеңіз семіріп кетеді. Менде барлығы домашний тауықтар. Орал қаласында. Сол қызыл лампы қоятындай күн бізде пока плюсовойда тұр, плюс 16. Просто ауыстырып тастау керек еді. Мен қазір светті өшіріп свет қосып жүрген жоқпын қазір. Просто сіздерге қазір тиктокта отқаннан кейін, прямойда отқаннан кейін қосып отқаным ғой. Иә, дұрыс айтасыз, семірсе тауықтарыңыз тумай қалады. Домашний деген, үй тауықтары, қазақи тауықтар ғой. Иә, солай беріңіз. Инкубаторға жұмыртқа бұйыртса саламыз, инкубатор аламыз, алауыз. Қазір дос баланың инкубаторын пайдаланып жатыр. Олай берсе өзімізге инкубатор сатып аламыз. Сол манағыдай ғой, бәрі ақша келіп тұрады тұр ғой. Аны әтешті көрдіңіздер ма? Тауықтың жұмыртқа туына манағыдай не істеп жатыр, үйретіп жатыр. Жұмыс жасап жатыр. Әтештер осылай өздері жұмыртқа туатын жерін көрсетеді тауықтарға деген. Уағалейкум, брат, дрожжы жүгеріге шылап сразу берген дұрыс па? Или 1-2 сағат ашытып берген дұрыс қой. Сразу бермеңіздер қай-қайсысында. Не жемеңіздер, бір күн қойып қойыңыздар, бір күннен кейін беріңіздер. Мыналар тағы шақырай берді, 12. Иә, дұрыс қой. Беріңіздер шеш. Пшеница беруге. Пшеница дейтін зат, ол яшмейін ба, или арпа ма? Арпа деп бидай ма?
Иә, қосып бер, болады қосуға. Жемді құрғақ бермеңіздер. Просто жемді суға езіп, несушка дейтін витаминді беретін болсаңыздар, шама келгенше манағада не істеңіздер, суға езіп беріңіздер, суға. Так, мына бір брат. Ербол брат, рахмет, сау болшы. От жіберіп жатсам, бір подарка атып жіберсің, ондайда. Рахмет. Дрожжды ашытып берген жақсы ғой негізінде. Шама келгенше. Тауық қаны аз не істеймін дейді. Оны түсінбедім, тауық қаны аз дейтін деді. Жо, 1-2 сағат, бір түн қойып қойшейш, бір түн. Өзі ашиды анау деген. Мен сіздерге ертең бұйыртса көрсетемін қалай беру керек екен. Үйде дрожжи болса, қамыр болса, соны сіздерге ертең видеоға түсіріп көрсетермін. Дрожжи қыста берсеңіз, тауықтарыңыз жақсы туады. Тауық анемия болып жүр дейді, айбай. Бір прикол есіме түсіп кетті. Мана қыста біреудің тауықтары тумай жүрсе, үйіндегі мамасы айтады дейді, тауықтардың женскиймен ауырып жүрген шығар деп. Сол прикол есіме түсіп кетіп отыр. Тауықтардың аттары ма? Ана Атештің аты Ақылбек, анау Алиса, Юля. Нема адамдар кәдімгі натуре прикол ұстайды бар ғой. Иә, дрожж бересің ғой, дрожж. Уалейкум ассалам, шүкір, амансың, өздерің қалайсың? Бір тауықтың бағасы 2000-нан басталады ғой, жалпы негізінде. Орал қаласында. Жігіттері қойындар шеше, прикол ұстамай. Дұрыс жаңа жауап беріп отырмын ғой, дұрыс сұрақ қойып, сосын тауықтың аттары кім дейді ғой. Рауан мисан айтып тұрмын ғой, бидайды аласың да, бидайды алып суға бұқтырасың. Содан кейін барып 30 минуттан кейін несушканы қосасың. Сосын араластырып бір күн қойып қоясың. Бір түн. Таңертең бересің, сағат 8-де жем беру. Сағат 8 мен 9-ның арасында любой тауықтарға жем беру керек. Сол жемді жегеннен кейін тауықтар 10-нан бастап жұмыртқа туады ғой өзі. Уағалейкум ассалам, бізде 5000 ғой тауық дейді. Қаяқтансың Нұрлан? Білмеймін енді, бізде де сатып отыр ғой, ерісіп. Жалпы негізінен домашний тауықтар 2000-нан басталады, 3000-ға дейін барады. Тауық бар ма? Жібергенге тиктокта дейді. Білмедім ал дос ондайда. Қандай подарка бар екен, мен ондай көп түсіне бермеймін, тиктокқа көп отырмаймын. Жалпы негізі ютубпен айналсам ғой, мен тиктокқа осы бір жыл болып болды, тиктокқа кіріп, подписчик жинап, жайлап видео түсіріп жүргеніме. Тауық ауырып тұрғанда қалай ауырып тұр, жүгіріп тұр ма? Или бір орыннан жатып қалып жатыр, аяқтарын баса алмай қалып жатыр ма? Дрожж берсең, обязательно өздері басады, өздері шығарады. Ал мысалы дрожж бермей, былай өздері басады десеңіз, онда май, июльде басады тауықтар. Бұйыртса балапан аштыртамыз обязательно ғой. Алматыда енді қымбат қой, Алматы дейтін. Үйрек, қаз дейтіндер ондай асырамайын, бізде үйдегілер ондайға қарсы. Үйрек, қаз дейтін шаруақтың бәрін тішіп, бәрін бүлдіреді. Сосын қаз бен үйректі мынандай қылып қорада ұстай алмайсың, оларды далаға жіберу керек, жаю керек, бақшаны қопарып тастайды. Қаз бен үйрек далада жайылып жүргізеді ғой. Үйректі білмеймін, қаз енді далада жайылып жүргізеді ғой. Аға, менде тауық бар, бірақ жұмыртқа тумай жатыр дейді. Тауықтардың семіріп кеткен жағдайда жұмыртқа тумайды. Оларда 3 күн жем бермейсің, чисто жылы су бере бересің. Жаз уақытында салқын су бересің. Тауықтар арықтағаннан кейін барып нормасымен жем бересің. Сол кезде тауықтар туады. Порода қалайды. Менде домашний тауықтар кілең. Орал қаласында
жақсы, мен Атырауданмын дейді. Алмас Бұратаныз Ямауылдың Атыраудан болса. Бірақ қазір мен Оралда тұрам. Оның мекен 2 қорасын орынбай. Амандасып жатыр сіздермен. 10 тауыққа 2 қораз көп қой. 1 қораз жарайды. Аділер бар, атиш бар тек қана. Күрік болған жақсы ғой. Қазір күрік болса тауықтарыңыз. Балапандарыңыз сентябрьда жақсы жұмыртқа туады. Қай қаладан боласың? Орал қаласынан. Мә, Дерский порода дейтін жоқ ондай. Ламман бұрын ұстаған жақсы, я. Аділер балапандар жоқ пока. Бірақ бұйыртса шығат балапандар Орал қаласынан. Хабарласам ғой. Насыбай атып алғансың ғой. Жоқ, бауыр, мен ондайға зияным жоқ. Темекі, насыбай, арақ дейтіндерге ондай жасамайым. Атпайым да, шекпейім де. 20 тауыққа 2 атеш болады. Группа бар. Енді мана түкіріп отқанға айтып отқан шығар. Мана тауықтың қасында отырып, иісін сезіп, манағыдай сөйлеп отқаннан, көпіріп сөйлеп отқаннан ауызға түкірік жинап қойып отыр ғой. Түкірікпен қалай сөйлейсің, ұят қой. Сол себепті түкіріп отыр, мен әдепсіз болып отқан шығар, ренжімеңіздер. Шама келгенше түкіргендерде микрофоны жауып түкіріп отым, естілмесінші деп. 5 пен 9-ның аралығында жұмыртқалам, көбінесе 7-8 жұмыртқалам. Аны уже ана тауық атештің орнына кіріп кетті. Жұмыртқа туыға. Тіркеліп жатқан адамдарға көп рахмет. 4900 адам кірген екен эфирге. Соның 99 адам тіркелген. Бір адам подарка жіберген. Рахмет. Подарка жіберіп, лайк басып, тіркеліп жатқан жандар барлықтарыңызға рахмет. 1340 теңге, енді білмеймін, енді доставкасы бар ғой оның деген. Ал мына неде VIP аптекалерде 800 теңгеден болады. 800 теңгеге сатып алсаңыз болады. Дрож тауықтың басуына жақсы болады, күрік басуына. Орал қаласынан. Мында WhatsApp, қалай айтсам болады. Не тұр ғой, профильде WhatsApp группа тұр ғой. Соны басып кірсеңіздер болады. Панос болған тауыққа не берсе болады дейді. Кез келген жем бересің ғой. Күрік деген не дейсіз ба? Ақтөбеге не беріп жіберейін? Күрік деген мана тауықтар жатады ғой, инкубатор сияқты. Балапан шығарады, тауықтар 21 күн жұмыртқаны астына салады, қыздырады, жұмыртқадан балапан шығарып сізге береді. Көп жұмыртқа алу үшін тауықтарыңызға граммен жем бересіз. Сіңілгере басын ақтаймайды. Рахмет, өскен брат. Пока ақтап отқан жоқ бұлар. Чисті жем беріп жатыр. Жұмыртқасын өзіміз жеп жатыр қазір. Ай сау болсын. Так, қазір мен мына неге жазып жіберейін бүйтіп та. Комментарияға өзімнің номерім жазайын. Маған жазыңыздар. 384-05-60 WhatsApp номер. Так, мен қазір жазып жатырмын. Ема, сіздер скриншот жасалыңыздар менің номерімді. Сосын маған WhatsApp-тан группаға қосыңыз деп жазыңыздар. Мана просто WhatsApp группаға қосыңыз деңіз, болды, мен сізді өзім қосам WhatsApp группаға. Мені закрепить дейтінді бастым. Легорның жұмыртқасы жоқ, өзі бар, бірақ сатылмайды, бір штук қана. Ала берді, енді именно осы тауықтардың жұмыртқасы керек болатын болса, инкубаторға сіздерге жинап бер алам. Енді мысалы мен 10 тауықпен
Енді олар күніне 5 туса, бір 5-6 күнде 20-25 жұмыртқа, 40 жұмыртқаны жинап беруге болады. Просто жұмыртқаның сақталу мерзімі 10 күн. 10 күннен асып кетсе, уже тауықтар жұмыртқалары шықпай қалуы мүмкін, неоплод болып қалуы мүмкін. Сол себепті тауықтың жұмыртқасын сақтағанда 10 күн сақтайсыздар, 10 күннің ішінде инкубаторға салып болу керексіздер ғой. Менде чисто домашний тауықтар ғой. Басқа порода ұстамаймын, мен тек қана домашний тауықтар ұстаймын. Басқа породының балапандарын алып келіп берсе, балапандай алмаса, қазір тауықтарын өздеріңіз білесіздер, мен Адлердің тауығын алатын болсам, мысалы 1 жылдық тауығын алатын болсам, ол маған кем дегенде жарты жыл қызмет атқарады да, содан кейін жұмыртқа тумай қалады. Ал мен оны балапандай асырасам, ол маған 6 айдан кейін жұмыртқа береді. 1 жыл жарым жұмыртқасын алам, содан кейін сатып жібере алам. Сол себепті барлығын балапандайға алайын деп жатырмыз. Менде қазір чисто бұларды қазір мен деген чисто жұмыртқаға ұстап отыр. Мына инкубатордан балапан шығару үшін тоқ кетеді, не кетеді. Бұлардан мысалы мен балапан шығара алам. Мысалы ертең лигорн алайын деп тұрмын ғой. Лигорн, сосын доминант. Доминант пен несушка алайын деп тұрмын, ламан браун дейтін. Соларға өзімнің мына домашний атиштерімді қосам. Тағы алам ғой домашний атиш. Соларды қосам да, солардан жұмыртқасын алам да, сосын инкубаторға салам. Аплод жақсы болса, 100%-тен 80% аплод болатын болса, уже жұмыртқасын инкубаторға сатам. Или балапан шығарып сатам да, сол кезде маған пайда болады. Қазір менде бұларға пайда жоқ. Мысалы, біреулер жұмыртқаларын сұрап жатыр, бұлардың инкубаторға жинап берші деп. Енді ораза бітсін деп отын, ораза біткесін берсе жинап берем ғой. Қазір енді манағыдай үйдегілердің өздері жеп жатыр ғой, ораза уақыты болғаннан кейін таңертең манағыдай жұмыртқа қуырып жей салады сатып алғанша. Магазиннің өзінде 80 теңгеден бізде жұмыртқа деген. Асылбек дұрыс айтасың, 5-6 жыл туады. Орал қаласында. Батыс Қазақстан, Орал қаласында. Домашний жақсы туады, негізінде жақсы баққан адамға. Көбі баға алмайды да, сол себепті сол манағыдай шамалы деп айтады ғой. Мен просто жұмыртқасын сіздерге көрсететін, жұмыртқасы үйде да. Мысалы, менде видеолар бар, тиктоктан кіріп, ютубқа кіріп қараңыздар. Соның ішіне мен тауықтан жұмыртқа алып отқан видеоларым бар, туып тұр тауықтарым деген. Мен үйдегілерге оны шықмаңдар, алмаңдар десем, ол білмеймін ғой, тауықтар жарып жеп қою мүмкін. Сол себепті жұмыртқаны кім бірінші барады, сол алады. Фолста, рахмет. 10 мың қылып қойдың ба, сау бол, аман бол. Тауықты ең бірінші тауық бағатын болсаңыздар, осындай үй тауықтарын бағыңыздар. Плюске де кіресіздер, минусқа кірмейсіздер, шама келгенше плюсте отырасыздар ғой. Қазір, мысалы, мен сіздерге былай түсіндірейін, қарапайым тілмен. Қазір сіздер жұмыртқа сататын болсаңыздар, домашний жұмыртқа сататын болсаңыздар, мына несушка, доминант, лигорның жұмыртқаларын сататын болсаңыздар, домашнийде олар алмайды. Инкубаторда да сол тауықтарда. Мысалы, біздің ауылда, мен өзім Оралда тұрам ғой, менен тауық алатын адамдар менің үйіме келіп тауықтарымды қарайды. Келіп қарайды, мен айтам, міне осы тауықтардың жұмыртқасы дейм. Мен мысалы мына қара тауықты көрсетем. Барлығы домашний ғой, осы тауықтарды көрсем, осылардың жұмыртқасы міне сізге береді сатып жатқан дейм. Ал мысалы сіздің үйіңізде чисто домашний тауық емес, мына доминант, несушка, ламан браун, лигорн тауықтар болатын болса, олар айтады, мыналар птиц фабриканың жұмыртқалары, мыналарды 80 теңгеден ала алмаймын дейді. Оданша сізден алғанша барып магазиннен алғаным жақсы деп кетіп қалады. Сол себепті осындай домашний тауықтарды асырған жұмыртқа сатқатын, енді домашний жұмыртқа сатқасын, осы үй тауықтарының жұмыртқасын сатқан жақсы. Ол дейтін просто сіздің қандай жем беріп жатқаныңызды білмейді ғой. Птиц фабрикадағыдай витамин беріп туғызып жатыр, сіз кәдімгі өздері туып жатқан жоқ.
мына доминант лигорнды алатын болсаңыздар, кәдімгі витамин беріп туғызасыздар. Олар өздері сізге тумайды помой жегенге. Ол түгілі қазір мен домашний тауықтарым помой жегенге туып атқан жоқ, витаминмен туып атыр. Я, ұзындығы 2 метр, ені 1 метрге 10 тауық сияды ғой, смена сияды 10 тауық. Тауықтар 2000-нан алып, тауықтар сатылмайды әзірге. Мына WhatsApp-тан жазып жатқан жігіттер, қазір қосам группа, Құттай сабыр сақтай тұрыңыздар. Ұста, братан, Алла жеңілдігін берсін. Ұстаған жақсы ғой, өзінің ақшасын қайыртарады ғой, тауық деген жұмыртқасын сатасыз ғой. Группалар бар ғой, 2000 штук дейінді, оны айта алмайым сізге. Ондай құс фермасы барлардан алмасаңыз, мынағыдай 2000 штук алуға болады. Ақтөбе қаласында, Оралда, Алматыда, через Россия арқылы келеді жұмыртқалар. Солардан алуыңызға болады. Я, таза үйдің тауығы. Группа мына сілтемесі профильде тұр. Мен мына жерге өзімнің номерімді жазам, соны маған WhatsApp-тан жазыңыздар. Кетіп қалған ғой. Міне, достар, міне менде 8775-384-0560 дейтін WhatsApp группаға қосам. Осы номерге жазыңыз. Тауық бизнестен пайда бар ма дейсің? Бар, конечно, бар. Енді 10 шақты тауық бойын пайда жоқ қой. Ал анандай 50 шақты тауық ұстасаңыз пайда бар ғой. Тауықтың қай атештігін көрсетейін, мынау ма? Гүлайдар ғой, Гүлайдар. Жаман қашат аны. Тауығым Гүлайдар ғой. Мансур, рахмет, Мансур, подаркіңе. Аружандар жиналып қалыпты ғой дейді. Алматыдан бәрі майға дейін заказ алып алған, көбі Қырғызстанға кетіп жатыр дейді. Я, қазір солай ғой. Қанша адам бар. Группаны осы кеше бір бауырымыз айтқан, братан WhatsApp группа шеш, жиналайық әрбір қаладан дегесін ашқамын. Ішінде 20 шақты адам бар. Думан, Қасиет дегендер танисыз ба дейді. Я, танимын ғой. Інілерім ғой, Думан мен Қасиет деген. Оралда тұратын ба? Сен Қасиет емессің ба өзің деген? Қай қалада дейді. Орал қаласында ғой. Жұмыртқасын сатам да, өздеріне жем алам. Артылып атса, бала шағама тамақ алам. Атеш жақсы төлесіп тұр, группа қандай номері дейді. Номер кетіп қалды ма не? Қазір тағы шығарайын. Не істеп отқанда сол, сіздерге тауықтарыны көрсетіп отыр. Мұнда менде WhatsApp группа жазып едім, кетіп қалды ма не? Так, WhatsApp-тан жазыңыздар маған, или профильдегі сілтемеге басып группаға кірсеңіздер болады. Қазір қосам, мына кісілермен әңгіме айтып отырмын ғой. Қазір уже 30% қалды, телефонда өшеді, содан кейін барып қосам ғой. Ақ тауықтар алсаң жақсы, ақ тауықтар жұмыртқаға деген. Жақсы жұмыртқа тұрады.
Дрожь берсең тауықтар басады ғой. Достар, не істейін, шығып кете берейін да. Я, осындай лампа обязательно керек қой, қыста керек болады көбінесе. Жазда керек емес. Все, давайте, достар, телефон өшейін деп жатыр уже. Егор тамақ ішейік, сағат 8-ден кетіп қалыпты, уже ауыз ашып дегендей. Все, давайте, жақсы достар. WhatsApp-тан жазыңыздар маған. Жазып жатсыздар ғой, номер жазып шештейді. Қазір номер жазып жіберейін. Келесі кіргенде мына жерге номерімді жазып қоярмын. Я, Тілекші ханым, ыссы суға саласыз. Мына закреплениеге қойдым, номерім жазып алыңыздар. Өзі қораңда іші қараңғыланып отыр уже. Так, светті өшірем. Жарайды. Так, мандалай. Уже адамдар телефон соғып жатыр ғой, Еман группаға қосты. Қазір Қытай сабыр сақтаңыздар, қосам ғой группаға деген. Номер жазып алдыңыздар ма? Закреплениеде номер тұр, 17 секундқа жазып алыңыздар. Өш содан кейін алып тастайын. Алып тастан эфирден шығам ғой. Мен аяқ қаратын тауық құрадан келген айтып сөйлейді үйдегілер. Састып тауық құрадан бақып көріп анау мынау. Рахмет, подарка жіберіп жатқандарыңа. Все, давайте, достар, жазып алдыңыздар онда. Номерлер. Все, давайте, жақсы. Сау болыңыздар. Міне бізде күн жауып жарық әлі. Мына подарка лақтырып жатқандарға рахмет көп.